Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Қаржы пирамидасынан зардап шектіңіз бе? Алаяқтардың айлы әрекеттеріне іліксеңіз не істеу керек? Қаржылық сауаттылық туралы екінші шығарылымда айтамыз. 800 миллион теңге елімізде атышулы Куэстро Уолд пирамидасына бар жиған терген ақшасын құйып, кейіннен бармақ тістеп қалғандар саны 700 адамға жеткен. Түркістан облысының полицейлері қаржы пирамидасының жолын кесті. Соңғы 3 жылда елімізде 180 қаржы пирамидасы анықталды. Ақтөбеде қаржы пирамидасына қаржы салып алдандық деген салымшылар шу көтерді. Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы кейбір азаматтардың қаржылық сауатсыздығын пайдаланып, Қаржы пирамидасынан ақшасынан айырылып, алаяқтардың торына түскен деген хабар әрбір екінші қазақстандық естіген болар. Дегенмен, қазақстандықтар осыны естіп, өз көзімен көргеніне қарамастан, күмәнді компанияларға қаражатын салуды тоқтатпай жатыр. Оның себебі қандай деп ойлайсыз? Жіпке тізіп берейік. Жуырда бұқаралық ақпарат көздері хабарлағандай, астанада 90 адам қаржы сауаттылығының аздығынан компанияға алданған. Күдікті 47 жастағы Қарағанды облысының тұрғыны екені белгілі болды. Қалаларды аралап, соның ішінен Нұр Сұлтанға да келіп семинарлар өткізген. Оның есебінше салымшылар биржаға салған қаржыдан 140-190%-ға дейін табыс алуы керек болған. Арзанушылардың ішінде $100-дан $150 дейін ақша салғандар бар, деді полиция департамент баспасөз қызметі. Демек, бүгінгі күні қаржы саласындағы алаяқтар өте көп. Олардың қолданатын тәсілдері де әртүрлі деп айтуға болады. Осыған ұқсас жаңалықтар күннен күнге көбейіп келеді. Халықтың ойланбай өз қаражаттарын белгісіз компанияларға салудың бірден бір себебі қаржы және құқықтық сауаттылығының төмен деңгейде болуы. Сонымен қатар, пандемия әсеріне және қазақстандықтардың әлеуметтік қорғалу тетіктері жетік ұйымдастырылмағандықтан халықтың жағдайы мүшкіл. Осының кесірінен халықтың табыс деңгейі де төмендейді. Одан бөлек құзырлы және бақылаушы органдар тарапынан қаржы саласындағы мекемелердің қызметін мемлекеттік бақылау бойынша нақты механизмінің болмауынан болып тұр. Нақты статистикаға сүйенсек, жылдың басынан бері қаржылық пирамидаға тап болып, мыңдаған адам алаяқтардан миллиондаған ақшаларынан айырылды. 2021 жыл басталғалы 3 ай ғана өткен ескерсек, ертеңгі күнді елестету мүлдем қорқынышты. Қаржылық нарықты реттеу мен дамыту агенттігінің мәліметінше, соңғы 3 жылда елімізде қаржылық пирамиданың заңсыз 180 қызметі тіркелді. Алаяқтардың келдірген шығыны шамамен 8 миллиард теңге құрады. Бірақ прокуратураның мәліметі өзгеше. Былтыр, яғни 2020 жылы қаржы пирамидадан 20 мың қазақстандық зардап шегіп, 30 миллиард көлемінде ақшасынан айырылды. Құзырлы органның құқықтық статистика мен арнайы есеп комитетінің хабарлауынша, 2020 жылдың 9 ай ішінде қылмыстық кодекстің қаржылық пирамиданы құру мен басқару, яғни 217 бабына сәйкес 110 қылмыстық іс қозғалып, 637 қазақстандық жәбірленуші болып танылды. Аталмыш істер бойынша жәбірленушілер айырылған ақшаның сомасы 3 миллиард 19 миллион теңгені құрады. Дегенмен, оның тек 50 миллион 998 мыңы өтелген. Осы кезде былтырғы жылы болған резонансты жағдай еске түседі. Өйткені 20 мыңға жуық адам Гарант 24 ломбард, Estate ломбард және выгодный займ атты мекемелердің әрекетінен 22 миллиард теңгеден айырылған еді. Жәбірленушілер митинг ұйымдастырып биліктен көмек сұраса да, жағдайы әлі реттелген жоқ. Ал соңғы уақытта көлікке не баспанаға қажетті ақшаны алуға көмектесеміз деп компаниялардың қарасы көбейді. Мысалы, салымшыны $500-700 салуға міндеттеп, жарты жылдан кейін $20 000 шамасында сыйақы ретінде алуға болады деп алдайды. Онымен қоймай, алаяқтар діттегендеріне жету үшін өзімен бірге адам ертіп әкелуді тапсырады. Одан бөлек белгілі бір эксклюзивті клуб мүшесі болуына шақыртуларға да үлкен күдікпен қараған жөн. Әдетте осындай жерлерде адамдарға неше түрлі круиздар, саяхат, бизнес құрылғылар мен жабдықтар ұсынады. Ең қызығы, кейбіреулер хиромантия, нумерология мен астрономия сияқты қызметтерге үйретуге уәде береді. Бірақ тап осы жерде де
мүшелерге басқа клиенттерді тартып, белгілі бір уақыт шеңберінде салым төлеуді міндеттейді. Ескеретін жайт, осындай мекемелердің көбісінде депозит ашу мен ақшаны қабылдау жөнінде лицензия не банктік есепшоттарды ашуға құқы жоқ болып келеді. Сәйкесінше қаншалықты қызықты әрі ұтымды болғанына қарамастан, осындай мекемелерге ақшаны салу үлкен қауіптіліктің белгісі болып табылады. Ең бастысы, бұл мекемелер қаржы реттеу мемлекеттік органға бағынышты болмай, бақылаусыз қалып отырады. Демек, сіздің қаржыңыз мүлдем қорғалмайды. Жалпы бұл мәселені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде тілек тиек еткен. Ол ақпан айында үкіметке және басқа құзырлы мемлекеттік органдарға мәселені дереу тамырымен шешіп, алдын алу шараларын күшейтуді тапсырған. Енді қаржылық пирамидалардың айқын белгілерін анықтап көрейік. Сіз алып келетін клиенттер үшін сыйақы нарықтық деңгейден бірнеше есе асатын жоғары табыстылықты кепілдендіру, қажетті лицензиялардың болмауы, өзіндік негізгі қаржысының не қымбат активтерінің болмауы, қисынсыз ақпаратты бар агрессивті жарнама, мекеменің нақты қызметін анықтайтын ақпарат жоқтығы, немесе керісінше қызмет түрлерінің көптігінен түсініксіз болуы, кіру жарнасын болуы, тіркеу, оқыту, акциялар және басқа да мақсаттар үшін төлемдерді тек қолма-қол қабылдау, ойланбай тез ақшаны құюға үгіттеу. Келісімшарт сіздің құқығыңызды қорғамайды. Ұйымдастырушылардың анонимділігі және қызметінің түсініксіздігі. Жаңа мүшелерге жарнамалық түрде қымбат сыйлықтар табыс ету. Естеріңізде сақтадыңыздар ма? Ендеше сізге шетел нөмірден звондап, биржадан жұмыс істеуді үйретеміз десе, не саяхатқа барасыз, бірақ қосымша жарна төлеу керек десе, және қызықты бірақ күмәнді басқа сылтаумен кеңсеге шақырып жатса, ұтыс пен лотерея өткіземіз деп үйіп төгіп уәде берсе, алданып қалмаңыздар. Ең біріншіден, қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің сайтында қаржы компаниясы жөнінде ақпаратты тексерген жөн. Аталмыш сайтта мекеменің лицензиясы бар болуын тексерткен абзал. Одан бөлек жалпы интернетті шарлап жан-жақтан мекеменің қызметі жөнінде ақпаратты іздеп көру керек. Бастысы, ешқандай қағаздарға, келісімшартқа қол қоймаңыз. Сөз соңында қаржылық пирамида айналасында жауапкершілік түрлерін қарастырған жөн. Себебі, менің түсінімше, бар жазалау шаралары тым жұмсақтығынан осындай алаяқ компаниялардың басшылары мен мүшелері заңнан қорықпай отыр. Қылмыстық кодекстің қаржылық не инвестициялық пирамиданы құру мен басқару, яғни 217 бабына сәйкес 3000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде шамамен 8,3 миллион теңге айыппұл салынады. Немесе 800 сағат мөлшерінде қоғамдық жұмысқа тартылады. Не мүлкі тәркіленіп, 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру не шектеу. Негізінен тұлға қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін де жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бірақ жазалау шаралары басқа жағдайларға қарағанда әлде қайда жұмсақ. Атап айтқанда, әкімшілік кодексте қаржы пирамидасын жарнамалаған үшін шамалы көлемде ғана айыппұлдар қарастырылған. Ал әкімшілік жауапкершілікке тарту мерзімі 2 ай ғана болса, қаржы пирамида мекемесін құрды деген дәлелдену үшін тергеу амалдары жылдап өткізіледі. Соған сәйкес мерзім өтіп, жауапкершіліктен сытылады. Қорытындыға келгенде, абай болыңыздар. Кез келген әрекеті жасамастан бұрын 1000 рет ойланған дұрыс. Жылдырлағының барлығы алтын емес деп қазақ бекер айтпаса керек. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір бөлдіруді ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.